Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Қалайсыздар достар, амансыздар ма? Шашқа мән бермейміз. Баста кепка болған жұмыс істеп жатырмыз. Ауылдың жұмыстары рахат қой, негізі ауылдың жұмыстарынан демаласың қаладан кейінше. Қалада күйбең тіршіліктен кейін осындай ауылдың қара жұмыстары нағыз адам демалтыратын нәрсе ғой. Және достар, айтпақшы, келесі сториста сіздерге бір өте керемет жаңалығым бар. Қазір қарап отырыңыздар, хорошо? Кепеде тауық жатады, аяқ қолы қатады. Нұрсұлтан 30-ға келгенде қалай жалғыз жатады деп. Ассалаумағалейкум, нағаш жұртым, амансыздар ма? Қарасаңыздар, қол ұстасып кетіп баратыр, уже махаббат бұларда. Ағерке, бір қараш. Біз студияға келдік, достар. Жаңа дайректқа күшті сообщениялар жазыпсыздар. Мадина, сенің кожаң прям күшті екен, әдемі екенсің, без макияжа вообще сұлу екенсің деп, рахмет көп. Және де шашымның цветін сұрап жатыр екен. Менде бұл темный каштан. Мен осының алдында сары болды ғой, сондықтан кішкене кетіру қиын болды. Біраз осы цветқа келтіре алмай жүрдім. Сосын ботокс жасатқан болатынмын шашыма. Вот. Сондықтан бұл жылтырап әдемі көрініп тұр.